Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында өте дәмді болып шығатын фри дайындайтын боламыз. Жасалу жолы үйдегі қарапайым заттардан табылады. Ол үшін рецепті аяғына дейін көруге кеңес берем. Ең алдымен картошкаларымызды жақсылап ашып, жуып, тазалап аламыз. Кейін оны фридің формасы секілді етіп турап шығамыз. Турап болған картошкамызды 2-3 қайтара мұздай суға жуыларыңыз керек. Сол кезде картошкамыздың крахмалы шығып, қытырлақ болады. Жуып болған картошкаларымызды құрғақ ыдысымызға салып, кейін салфеткаларға төсеп шығамыз. Салфеткаларға төсеп болғаннан кейін тағы да үстінен бір-бір сүртіп шыққандарыңыз дұрыс. Өйткені біздің картошкаларымызды майға салған кезде шашырамай пісуі керек, әрі оның крахмалының кетуіне де әсер етеді. Енді қызып тұрған майымызға картошкаларымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылып жатқан картошкаларымызды арасында сүзекінің көмегімен араластырып тұруымыз қажет. Сол кезде біздің картошкаларымыз барлығы біркелкі әдемі болып қуырылады. Енді қызарып дайын болған фриімізді сүзекінің көмегімен жақсылап майын сарқытып, сүзіп аламыз. Қалған картошкаларымызды да тура осылай қуырып ала береміз. Бұл жерде фриіміздің өте дәмді және қытырлақ болып шығуының басты фишкасы майларыңыз қатты қызып тұрған болуы керек. Сол кезде фриларыңыз өте күшті, прям дәмді болып шығады. Біздің фриіміз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кез келген үйден табылатын заттардан жасалады және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.